Әлемдегі ең мықты ойыншы Криштиану Роналдоның ағылшыны қандай? Менің есімім Мағжан Сәветбек, мен ағылшынды тиімді жолмен үйретемін, осы парақшаға жазылып қой. Алдымен Роналдоның жақсы жақтарынан бастайық. Роналдо сенімді спикер, еркін сөйлейді. You have to be focused, you have to concentrate, you have to be professional at least, and do it the best you can. Кейбір күрделі сөздерді қолдануды біледі. The other factors that are important too, epigenetic, it's what you do with your genetic. Ал енді минустарына көшейік. Роналдо жиі қате жасайды. Let's believe on that and working on that. A little bit more quicker, and I think Кейбір кезде вокабулярның шектеулі екені байқалып қалады. the league is very good. I think the league is good, it's competitive, we have very good teams, we have very good other players. Awesome, excellent, top notch, great, fantastic, amazing. Анда-санда сөйлем структурасында шатасып қалады. To live the life